тарқататын болмайды, құр тарқатып болмайды. Әлеуметтің құрмауын шынданышпен бөтерер, шиелескен ел дауын. Ағалар аңсап келгенде, құрбы құрсап келгенде, шешейін сөзің құрысауын. Айталмай кетсем осыдан, әңгіме болар артымнан. Көрдің бе деп бұлдауын, атақты жүйрік емеспін, тақпандай сөздің паңдауын. Ертекпене термені, сендерге бердім таңдауын. Өлімне ешкім құтылмас, ажалдың көрмей аруан. Көті бар есет, ербекет, ойлаған елдің азбауын. Исатай мен Махамбет, қылыш ұры кәуірге, жеткірген ерлік шыңдауын. Олардан кейін бір батыр, заманның көрген алғауын. Сырдариядан су ішпей, құдықтың қазған шыңырауын. Бұхардан ақ ұн алдырып, шемеген бидай ұңдауын. Азда болса маңызды, ел ішінде аңызды. Жанғожа батыр атамыз, құттықтан шыққан тәрізді. Сұрастырсам саңлауын, бұл ашылып айтуар, бұл ташылып айтуар. Ағысын тастап су тұнар, мен сөйлесем әлеумет, ер жәкеңнің толғауын. Күздікте күні көрерсің, суық күздің дауылын. Бедеуат жақын тартады, алыс жердің бауырын. Тықы батыр құрапты, қара қалпақтың қауымын. Сырдарияның ойынан, жердің алтын тауырын. Көрсетті кемдік қазаққа, баса толқы жауырын. Бектіріп тиіш қоймады, арпа бидай қауымын. Бір түнде шауып кетіпті, Дәрмен Құлбидің әкесі, Жылқайдардың ауылын. Өзін тағы өлдіріп, Шаранның салды ауырын. Атақты ерлер арланып, шаншуға құмар әуірін. Қазақтың басы құралмай, өткерді жазым сәуірін. Әлім шөмені еліне, қан болыпты еді қылышбайы. Беласыр батыр ер дабыл, тоқым таққан қыстаубай. Бекбауыл бажақ жұмабай, мұны да алды тастамай. 700-дей әскермен шауқаттанды жылыстай. Ердің де көңлі тынарма, ауыр қолы бастап ұрыспай. Весерленген тентектер, бас білмеген асаудай. Қолбасы болып Бекбауыл, басқалары таласпай. Қаласына тықынан, таңа табарды адаспай. Қорғанны өтіп кіралмай, дағдар ері сынаспай. Тығының қолды тығылды, білдіріп сыртқа сырашпай. Бір мезгілдер болғанда, қамалап қазақ тұрғанда, екелеп шықты ертігі, кететінде арманда. Қарсылап ешкім шығалмай, қазақтың қолы талғанда. Жабылау тайы асында, ой өзі 17 жасында. Арғатасы Киікбай, Нұрмағамбет ұлы Шаңғожа. Нұрмағамбет ұлы Шаңғожа шыға шапты майданға. Әлде қандай болады деп халқы күмән қылғанда, қайт дегенде қайырылмай ұмтылды батыр арланға. Айқасып қалған кезінде айбалтамен ұрғанда, шалаңдаған тығына тұрмады шаны бұңында. Ақбозаттың сауырын аунады тықы ақшанға, атып алып шығарды басын шалып құрбанға. Қамалға қайта ат қойды, артынан әскер деп қойды. Тастаған қозға тоқтамай қалаға салды атойды. Дарбазаны талқанғып, ай бір қасқыр құдым мұң қойды. Ұртта бішіп қан төгіп, арандары бір тойды. Жаста болса Жанғожа, атадан атып бір сойды. Қорала байдап малдан толтырды батыр қаройды. Екі жесір тағалып, Жанғожа жазды бір бойды. Шауып шаншып ұрысты, ұшпанның басын көп жойды. Өзім жазам болам деп, өзім жазым болам деп, кей жамандары екі ойлы. Алаң қасар кей батыры, ұрыстан қорқақ үрейді. Шаңада дария көзені, суға жатқан сел, қорғанның іші бекеген. Екі бөлек қала екен, ауызда қалаға құжынаған қазан мал екен. Төрт жағында түкпірде қан сарай бар екен. Төрт аяқты малдары, шылқа менен қызыл нар. Аман қалған қылышты кәрі құртаң шал екен. Ай ауыр олжа көп алды, бұзаумен баспақ танамен батырлар қайтып бет алды.
тапқандай жерден жетіген қалың қол қайтып келатыр. Керуен жыл ашық даламен Ердабыл елден сұрапты. Тықыны өлтіріп жол салған, қамалды бұзып ол жалған. Жас бала қайда қалды екен? Ол заманда қалқына қан қылышпай қорғаны, түсуге қиын қолына ер жігіттің арманы. Қара қалпақпен ұрысып тайдырған жерден табанын. Дабыл батыр тұрғаны, сол арада дабылдың садақпен бөркі қалғаны. Бөркі қалса көркі жоқ, шағы қалса жаны жоқ. Ағаны қырсық шалғаны, шаудан айырып алуға. Кейін қалдым батыр деп Ердабылдың аялына. Шаңқожа батырып барғаны, сонда дабыл сөйлейді. Ұмыттым мынау таңбаны, шаудан айырып мүлкімді абыройды алғаны. Алаштың басқа ерлері тықыға қарса бармады, сол тықыны өлтіріп ортаға салды ол жаны. Ай осы бала ер жетсе ұрыстың болар палуаны. Алғыс айтып балаға Ердабыл берді батасын. Үлкендер қылар кешірім, кішінен көрсе қатасын. Халықтың қаны ал жатса, кім жазады шатасын. Жауданда алған құлжаны түйесі мен ботасын. Үлестіріп байқылды қан қылышпай өзіне күйеуімен атасын. Көкпелеп бұған Жанқожа келтірді қанның сапасын. Қалыңда қолдың ішінде қанды шауып балтамен шығарды іштен қапасын. Жанқожа қанды шапты деп хабарландырды атасын. Өтегенмен Нұрымбет ашуланып қызған соң, шаламыз деп ай жолыңа алып келді баласын. Қылышбай жылап қой дейді, балаға азар бермеңдер. Өлем кетсем көссемді, өледе кетсем осыдан дұшпанға қылыш сермеңдер. Жанқожа тірі тұрғанда басқаның тілін ермеңдер. Қорғылмайды ешкімге дегеніне көнсеңдер. Анталап тұрған дұшпан көп, алаусыз болып жүрмеңдер. Мен кешемін ай қанымды, қадірімді білсеңдер. Жанқожаны қолдаған жеті ғайып ерендер. Өзіңнен болды білместік, бетіне келіп ай жүрмеңдер. Мағанда ұрған балтасын жауға қарсы тигендер. Осыдан кейін Жанқожа нағыз ер болды, келсең кел. Жанқожа батыр ер болды, ел ішінде бір болды. Аңдырта жүрген дұшпанның жүрегіне шер болды. Ығысқан қазақ ел аты панадан ерде көп қонды. Патшалық құрған іргелі үргеніш қоқан ел болды. Елші келіп қандардан қатынасым мол болды. Атағы шығып аспанға күнде де күнге зор болды. Тыныштық болып бір заман, тыныштық болып бір заман. Таныды батыр оң солды, екі адалы бола қосылса, екі адам басы қосылса. Жанқожа батыр сөз болды, жас ортадан асқанда ірі жануар кез болды. Сол сияқты ерлерден ақырында жігіттер өзі ел атын не қылды. Өзбекте қаның тұсында атамыз қазақтың баққан алтында орда қандары жердің де жүзін шаңдатқан. Олардан кейін бұл қазақ патшалығын жоғалтқан. Ноғайлы толып кеткен сол қиуалық саттан ел билеп сырдың бойында шулатқан. Ақмырзаны өлтіріп бабажы сарт суға атқан. Бұл хабарды есіді күшсіз болып ер тұтқан. Жанқожа сынды батырдың ауылында жатсын кезеді. Шаһар толған малбақта Ақмырзаның өлгенін батырға барып айтуға жеке батыр жол тартқан. Асығыс жүріп тез жетіп Жанқожадай батырға бұлайша депті сөз кеткен. Алталаштың ұлына пана болған ередің өрлеген бақыт талаптың қысымшылық қылып тұр. Бабашы сарттың әлегі салық салым мал жанып қазақты жиып жан жақтан. Бабашаның тырнағы сырдағы елге тымбатты. Күннен күнге тәуірлеп озбырлық қылды. Тәңір атқан бұл күнде сібенденен ісі жоқ. Өзіне болды бір баты Әлібек Нұртай батырды Қарасымның алдырып бағын жатыр ел үшін. Қайратын сынап ант еткен бешектінің баласы жаратып сайлап бағып жүр. Ай басына бір аттан бәрі де сізді күтіп тұр. Бір шағыра ұранды, бір шақырып ұранды құтылуға сол сарттан. Жанқожаны көк атты кетпеген сыра белдеуден. Ерегістеп келгенде шау барма жөнбеген. Айбаты суық арыстандай көрген дұшпан қалмайды жанынан күдер үзбеген. Осы келген жеке батыр
ереді бір еңіреген ақ мырзаның өлгенін. Естірсе алмай батырға айтуға тілі жүрмеген. Айтпаса да батырдың ісі бар ма сізбенен? Сағынды көрген батырлар ат қызы таңда көзбенен. Ертеңіне аттанып сырғада қарай жол тарты. Бет алып құла түзбенен астындағы аттарын екі мезгіл жемдеген. Жарауы түскен жануар еттері қызып желдеген. Я жұртым я желім қызған сайын өрлеген. Шаңқожаның шайлауы көктомбақ деген жер еді. Астындағы көгешкі бүкін желеді. Екпінді етіп батырлар жуықтап сырға келеді. Сол заманда белгілі Ақирек Ақпай көледі. Айымбет Нұртай екі бек 30 сартқа бас болып екі зекеттен жүреді. Шаңқожа келеді дегенмен аттанып бұлар түреді. Батыр Айымбеттің Жанғожа батырға қарсы шыққандағы өзінің ерлік көрсеткені. Осы жүрген Айымбет масатыдай құлпырған, қарасым жұртын тындырған, көк найзадан қол өткір, найзағайдан оқ өткір, сілтеуіне келгендей желден жылдам қолы бар. Астында мінген арғымақ, алаяқ торай жануар, жүреріне келгенде жолын Құдай қалаған. Бір өзін маңға балаған, түрікпеннен шыққан ереді, ерлігінің белгісі суырылып шығып сол топтан. Шәкеңе қарсы жөнеді, астында бедеу ойнақтап, түлкідей көзі жайнақтап, ат үстінде ойнайды екі жаққа бой тастап. Аспанға балталақ тұрып, ат бауырынан оралып, алады қағып қайтыстап, балтаны қойып найзамен ойнайды тағы ойқастап. Бауырында жатып бедеудің сілтейді найза қиғаштап, бір кездер Айымбет қылышын алды шалқақтап. Оңды солдай сілтейді ат жанында қапталдап, осы түрлі сыңайпен көрсетті өнер алшақтап. Ары жағынан Жанғожа төбеге шықты жылыстап, шауғарасын көргенде жолдасын қойды кейінге тұра тұр деп тұрақтап. Бұрынғы жүрген қалпымен көгешті аты балпақтап, асып сасып не қылысын жоққа қорқып қалтақтап. Айымбет сондай ұмтылды, күн секілді күркіреп, қабақтан аққан қара тер жаңбырдай жерге сіркіреп. Басқа сөзге келмей ақ сілтеді қылыш тітіреп.
деп бұларға, кегін алмай дұшпаннан ердің көңілі тонар ма? Шеміт үшін бөктерге бөкті бүрген бүркіттей Жанғожа батыр сонарда, сорқыратып қан ішіп әйімбеттің үстінде отыр екен құмарда. Нұртай шықты артынан гулетіп, кеулін шамалға жақындап, жуақ келгенде Жанғожа мінді қиялға. Шолақ қара қылышпен бірді сілтеп қалғанда, бұда бір кетті ажалға. Екі басшы кеткен соң қалған бәрі құралма. Екі ақ сұңқар кез болды жайсында, жатқан құланға бас кесіліп, ат босап дұшпандар түсті табанға. Ат тондарын олжалап, ел адамы кенелді, қызыл жол олжа шыбалма. Жауды қырып жай тауып, жеке батыр Жанғожа бастарын қосып демалды, аттарын қойып аранға. Сол арадан Жанғожа кейін қайтты еліне, сәлем айтты сырдағы ақтан атты еріне. Қыстың күні болғанша, дария суы толғанша, жинай берсін адамын келгенінше ебіне. Қырдың елі қайтқансын, Бабажан сартты қазақтың жол атпаспын шеніне. Сарттардан көрген кегіне, жеке батыр түсінді мына сөздің тегіне. Ақтанға барып айтуға, жол тартты бұдай жөніне. Бекбауыл бажақ ер ақтан, жолдасы еді батырдың, қолдаушы болған көбіне. Солардың ісін айтайын, бұл сөздің жетіп шегіне. Мырзаның арышын не қылар екен көренді, көп әулеумет құлақ сал жорғаңыздың ебіне. Қызыл тілдің үлгісі 29 қаріпті, ол қаріпті шығарған араб деген халықта ойы. Күн шығыстан нұр шығып, бізге түскен жарықты, қайыптың ұлы Жанғаза ойхан болыпты дәріпті. Сырдарияны ой жағалай, көп қаланы салыпты, өкім қылып осы елге Бабажан деген бір сарттың қолына берді жарлықта ойы. Біздің алаш баласы Бабажан сартқа қанықты, Бабажанның қорлығы ой қазақтардың налытта ойы. Налытқан емей-немеде алмады қошқар саулықты, үй басына салыпты, ой қозыдан жорға салыпты ойы. Менсіз қара қозыдан елде жақсы жар болса, елде жақсы мал болса, Бабажан соны алыпты ойы. Бастан кетіп ықтияр тәмәм қазақ тарықты, қазақтың тәуір әйелі бетіне күй шағыпты ойы. Қырда жатқан Шәкеңнің кеуіліне шыдамай ақтан батар жанықты, ерлігін сөйтіп ағытты, егіншілерді жиып ап дариядан өтіп барыпты ойы. Ерлен мінген бедеуге дария деген арықты, қара әруағы ақтанның қара түнек бұлт болып, қара боран дауыл боба айқай сүрең салыпты ойы. Өлімге сартты жарытты, төбелеске келгенде сарттың күні кәріпті, дарияға
қараны бекітіп бір үйге қамалы салыпты ойы. Бабажанды байлап ап қуып сабап барыпты, ізіндегі көп адам құла-құла шалыпты ойы. Бір жерлерге келгенде Бабажан шаршап қамықты, сол арада бір тентек жейдеден алды қазықты ойы. Құлаш жарым қу жейде құйрығына қағыпты, табан тіреп тепкенде таралқымға жеткенде қизын-қизын деп жатып өзі-ақ өліп қалыпты ойы. Аңыраны бейшара жан кеудеден шығыпты, Жанғазы ханды өлтірмей Төремұрат жырау бағыпты ойы. Осы жүрген Жанғазы бір ер еді кәдікті, Бабажан өліп қалған соңы ертеңіне жиналып Жанғажа ханды қозғасын. Балайша деп Жанғазы көп қылады көз жасын, алған жерім жоқ еді мұсылманның олжасын. Пенде болып отырмын, басымнан бақыт қозғасын, қырда жатқан Жанғожа ой көпті көрген сырласым. Әрдайымда жүрушем Жәкеңнің алып ыңғасын, бәрі де жауға бермейді ізіне ерген жолдасын. Мен Жәкеңе барғанша обалыма қалмасын, тым болмаса батырдың өтейін көріп бір басын. Әр не қылса ықтияр өз қолына барғасын, өліп кеткен Бабажан жиналып еді тобасын. Қылмысы жетіп басына тайдырып алды сырғасын, пәтуа қылды көп адам батырдың берсін өзі деп Жанғазы ханның қолқасын. Балаларын шұбырттай түйеге артып қазынасын. Ханның көрген не болар бұқараға жазғасын. Жанғажаның Жанғұлшер қара тұлпар жорғасын. Төремұрат жырау мініптай асырып жұрттан тұрмасын. Жанғазы қырға жол тарттай батырдың іздеп ордасын. Қара жорға тұлпардай салдырып кетіп баратсай, тұр екен күтіп жолбасын. Мінгестіре кеттептай байқағасын тұрмасын. Күтіп тұрған қанын-ай айтпай кетті армасын. Арып ашып қырдағы Жанғожаға барғасын. Демеді батыр еш нәрсе болар ісі болғасын. Тілеп алды
келген көздің ұнар шалғасын, өзі қырда жатуғай батырдың аты қалмасын. Әйімбет Нұртай батырдың қырда басын алған соң, артымызда сол сүйеу бата алып тұрғасын. Сартты шапқан атағы Жанғожаға қалсын деп істеді ақтан батасын. Қанша баптап қосса да шабады жүйрік пардасын. Қызыл тіл деген сарымай сөз ереген қорғасын. Бұл сөз тұрсын бұл жерде, бұл сөз тұрсын бұл жерде, бұдан бұлай бекілерім тағы бір толғау қозғасын. Қайыптың ұлы Жанғазы өз жанын өзі құтқарып, халайықты томсарып, жинап алды даладан жазған сартты бұлттарып. Бұрынғы сәннің бірі жоқ, бұрынғы сәннің бірі жоқ, итшелеген бір кәріп, Алтасанның баласы хан көтерген қол алып, кек алуға кірісті. Жау болғандарға шамданып, билер жиды алдына, ел атына жар салып. Талайды дарға тарттырды, баба жанға арланып, ел азамат ерлері бағынбады қорланып, байқуат болып отырмай, сақ болды сарттар қорғанып. Қырдан батыр қайтқан соң, аттанды батыр қомданып, қалған сартты қырмаққа, Жанғазыдан құтылып, тиіш болып тұрмаққа. 500-дей адам ертіп, Жанғожа мінді көк атқа. Шыққаны жалғыз бұл емес, жол шеккен талай жыраққа. 5-10 сартқа бас болып, болды лақпа Жанғазы. Қайып алды ханның уәзірі, Рахманқұл би еді, киіз туырлықты қазаққа, ақылгөй қылып аулында. Бұны да қойған сол шақта, Рахманқұл бимен қатынап, іс қылыпты батыр сол шақта. Бірден батыр қамалып, қашырмады жан жаққа. Іште тыста былғасып, опаңа елді шаппаяқ, баба Жанға келгенде, мұны да салды азапқа. Қиуалық сарттан тынышайып, алғыс айтты қазақтар Жанғожадай шыраққа. Қазақтың асыл садасы, үш алаштың банасы, Кенесары Наурызбай, төрі тұқым тазасы, еңсегей бойлы ересім, Абылай Мәнсүр бабасы, өз атасы Қасымның Қоқаннан болған қазасы. Ойда Қоқан құрды ұрыс, қазақтың кеттім мазасы. Еркіммен көшіп жүруге таршылық болған сияқты, екі жаудың арасы, жайлауы болды біраз күн, арқаның кеңес таласы. Қасым ханның асына Жанқожа барған шамасы, Қоқаннан кегін ала алмай тұр екен құрып шаласы. Ішінің бітпей жарасы, Жанқожа батыр барған соң, жүректің тасты қанасы. Батыр мен төрі бас қосып, созаққа болды барасы. Жалықпай әркім тыңлайды, табылса сөздің сарасы. Оншама толық демеймін, болса керек шарасы. Еліне келіп Жанқожа адамын жиып бекіндей. Бармағанға жекірді, аттары ойнап секірді, мырзалар қояр кекілді. Батырлардың арманы созақтан алмақ жетімді. Аттанатын хабары әр тарапқа жетілді. Басты батырға жүріңдер деп өтіндей. Елеуреген жігіттер екпіндесіп жұтынды. Бір күндері болғанда елдерінен құтылды. Бірнеше күн жол жүріп, хан кененің қолына кеседен соққан секілді. Қалың қолды көргенсін, хан кенені тасып есірді. Жол тартып бұлар жосылды, тап тұзаққа келгенде 2000 әскер қосылды. Бөлек қаласын жөңкей шауып көшірді. Қаптаған қазақ қолынан сарттардың жолы кесілді. Жуықтап келіп созаққа түсірді төрі қосынды. Қолғарасы аз емес, ханның көңілін өсірді. Демалыс қылып сол жерде тыныш жатып көсілді. Бір күндері болғанда қорғанды бұзып жол салды қожа төре осында. Ордан аттап өте алмай қожалар тегіс шошынды. Жарлық қылып хан кене тал жібектей есілді. Екінші кезек төрелер елді бастар кемеңгер, ақ киініп ат мініп барабан қағып жөнелер. Бастығы Ержан төреді, ізіне еріп өңгелер. Қалаға қарай жөн тартты, көрсетсем деп бір өнер. Қамалға жақын барғанда сарттардың атқан оғыммен талайы болды қара жер. Сирақты қара мылтықпен оқ жаудырып сарттар тұр.
дегендей болып келе бер, дегендей болып келе бер. Ат қоя алмай қамалға төрелер болды арам тер. Бұлардан кейін аттанып ұлы жүз бен орта жүз кезекке шықты оқталып. Қамалға жуық бара алмай, оққа қарсы тұра алмай, кіре алмай қайтты қамалға. Аттан садам мақтанып, олардың қайтқан жерінен бұлар да қайтты тоқтамай. 5-ші күні хан кене Жанғожаны шақыртты, тұрмысың деп сақтанып. Атқа құмар батырлар бас сабылып қайтып тұр. Өлгені топырақ жастанып, ендігі кезек сенікі. Кіші жүздің ішінде сен қалдың жалғыз сақтанып. Қолың жеңіл ередің, енді батыр өзің бар, ертеңге шейін тақталып. Қанжарлығы тиген соң Жанқожа шапты шаттанып. Төремұрат жырауға Жанқожа айтты тұрғайсың. Келісті сөзді төпелеп, қызыл тілім шалғайсың. Бір ақыл бар істейтін, жан жиналып алмайсың. Биік қаранар мініп, омыраулай қалғайсың. Бесшектінің ішінен 10 жігіт таңдап алғайсың. Ерлерді мақтап қыздырып, қызулы күйге салғайсың. Өлең айтып қол бастап, қамал жаққа барғайсың. Егер мұны қылмасаң, биік қылып ту ұстап, өзің кейін қалғайсың. Желбіреген туменен күннің көзі пайланып, бұл қалаға қамалып, сарттар жатыр сайланып. Кіші жүздің адамы Жанғожаны құрмалап, ат қоюға айланып, оны батыр қылмайды, асықпа деп ойланып. Не қыларым біле алмай, тыным таппай Жанғожа қаланы көрді айналып. 10 жігіт алды іріктеп, жалаң қылыш байланып. Ызылдаған жаяулар батырға еріп жөнелді, мақтауға балқып найқалып. Нарға мініп күй тартып, Төремұрат сөйлейді былайша деп толғанып. Арғатамыз кіші жүз баласы еді бесшекті, баласы еді бесшекті. Жанғожадай ер шығып беріпті құдай тілекті. Үш алаштың ішіндей сендерден артық кім текті? Сартпенен қалмақ зарынан әзіреттен ауып ел кетті. Жалпақ ауа кезіндей, жалпақ ауа кезінде Ақтабан деген жұрт өтті. Қыл белбеулі 40 жігіт, әсіресе ішінде 40 мұрынды бір жігіт. Басқасынан келбетті, елді жауға шалдырмай, кеседен жауға алдырмай, сырға қарай шұбыртты. Халық боп қашаннан отырған қара қалмақты үдетті. Жермен суға иеғіп, бізді мұндай келбетті, қайырлы болып бұл қоныс біздердей тұқым дөретті. Атаның арын арылайтын, атаның арын арылайтын, мінеки ерлер күн жетті. Атаға ұқса бұл туса, жүрген жері жендетті. Дүниені оймен ораған, хан болып халқын сұраған. Шын ашу келгенде жауға қардай бораған. Салтанатың кем емес, нәріктің ұлы шорадан. Айғыр дауыс татты бай, дұшманды еттей тураған. Онан туған мырзалы, қайратың асқан тумадан. Қыл белбеулі 40 ердің біреуі мынау Киікбай. Бекбауыл бажақ сол ерден асылдан түскен қиықтай. Анық батыр ат қояр, дұшманды көрсе ұйлықпай. Арқаңа сүйеу Жанғожа, қара мойыл сырықтай. Кене хан қылды кейінде, кене хан қылды кейінде, дұшманнан кеулі тынықпай. Аққа сыйым бел асар, беліңе садағы жарасар. Екі талай жер болса, ердің көңілін ер ашар. Ұмтылыңдар қалаға, сендерден қалса хан ашар. Дарбазасы ашылса, дарбазасы ашылса, кейінгі әскер қол басар. Ежелден абырой үлгі алған, қамалды бұзып жол салған. Қанды көз туған жақсылар, екпініңнен жау қашар. Шал төрт қара татты бай, көбеңсіген батырлар, балада болса атадай. Батырдың сәні болмайды, өз ел атын қорғамай. Жігіттің болмас ажары, санды сапырып былғамай. Ажалы жеткен адамдар үйде жатса да өледі, көзінің жасы құрғамай. Көп жасар бажақ Айдарқұл, көп жасар бажақ Айдарқұл, сатып алды Жұмабай. Аталарың әруақты құттықпенен құрманай. Құланбике қоңырдың белгілі еді құрметі. Жарқырап мысал туғанай, шағырай сәдір ер дабыл, тоқым қаққан қыстаубай.
іс көрсетер күн бүгін. Құра атаққа мәз болмай, ұлы жүз бен орта жүз, ұлы жүз бен орта жүз, қожа түрі бұзбады. Ақырында хан кене Жанғожаны қозғады. Батырды жұртқа мат қылмай, абырой алып көрсеңдер, сендерден ешкім озбады. Жанғожа десе бұл күнде қай мұсылман қозбады. Бақ күндес болған төрелер жол берді кетіп ызғары. 200-ді семсердің балдағы қолда қалғанша, 200-ді семсердің балдағы қолда қалғанша, ат басындай сом жүрек от болып лаулап жанғанша, мөлдіреген екі көз жұмылып қанға толғанша, бас кесіліп ат босып, бас кесіліп ат босып, ел бетін көрмес күн бүгін. Қатындар қатуланса нағыз ер, бұлтты күндей түнеріп, қарт бурадай сақылдар. Бәрі де сізге тілектес, ғұлама ишан ақындар, жан аямай сілтесіп, кеселеп жауды атыңдар. Созақты алсаң осыдан, дұшманың дос боп жақындар. Кел жатып жолда жөнекей, 21 қала бір шаптық, үлкенін тұтып қылышқа, жастарын қойдай шулаттық. Бүгін тату ертең қас, сарттардан шықпас тұрақтық. Созақты алсақ осыдан, Қоқанның туын құлаттық. Сүйекті туған ерлерге табылмас мұндай ғизаттық. Қазақ үшін қан төккен өздеріңді ерлерге батагөй біздей тасаттық. Төре мұрат соны айтып, қала берді туыстап, жаяу шыққан 10 батыр жалаң қылыш қолғалып, арқалары құрыстап, қалаға жетті жылыстап. Сол арада іркіліп, бастарын қосты дұрыстап. Есі шықты ерлердің, шапсада білмес қалаштап. Созақтың халқы мол екен, айнала қазған ор екен. 14 қатар арбаны сыртынан оның қоршалап, қамал қылып тұр екен. Биік қорған басында мергендері тұр екен, дарбазаны күзеткен қос тастайтын қол екен. Мергеннің айтқыш бастығы жеке батыр деген, аты қазақ бұлында ұзақтар тимей мылтығы жоқ. Айналып қалар құлқы жоқ, оққа қарсы ататын қарабай садақ саржа жоқ. Жанғожаның нөкері садақ атқан өнері, оққа қарсы шабушет бетінің қайтпай бедері. Садағын алды қолына, сатып алды Мәйрам дегені. Қоқан арба астында кідіріп жатып кезеді, сатып алдының саржасы жеке батыр мергеннің бүйірін қанға бөгеді. Сирақты мылтық саймандап жаңа құрып жатқанда, сол садақтан өледі 10 жігіттің ішінде. Жанғожа батыр пішінде, екпін деген бойымен қалаға жеткен сақылды. Дарбазаның алдында Жанғожа батыр күрсінді. Қатуланып ұмтылды, аш қасқырдай бұлқынды. Артындағы көп әскер көріп тұрды бұрқылды. Бұрып үзіп тастады дарбазадағы құлпыңды. Қарсы тұтып қалқанын шоқ кигізбей жұлқынды. Тығылған екен қалаға, жан-жақтан қашқан іркінді. Тұрғаннан ішке кірген соң қиямет қылды бір күнді. Қолындағы ақ семсер оңды солды сілкінді. Әке жандап қашқан сарт тыйғызбады күлкіңді. Екілесіп келгенде Қоқанның сарты ұтылды. Батырдың деулі бір тынды, қалаған жерден қан алды. Әзір елдей жан алды, артындағы көп әскер көшеге кіріп таралды. Алдыңғы кеткен батырлар шырмауықтай оралды. Қарқында
шындап барып қашырмай, ханның басын тағалды, Кенесары Наурызбай бір көшені бұдалды. Әлім жөмен ерлері бет-бетімен жол салды, бағанағы қалың қол ордаға барып қамалды. Қылыштан қалған Бұхара тіледі ханнан аманды, хан сарайын олжалап төрт түліктен мал алды. Көз көрмеген олжалды, жалғыз атты жарлылар алтын алып пұлданды. 700 түйе қазыналап көштің басын қыстартып, қайтып елге бет алды. Небір сұлу жесірлер түйені тартып ырғалды. Елде қалған жамандар көп олжадан құр қалды. Опасы жоқ сұм дүние көшпелі болған заманда, сол ерлерден бұл күнде ойлашы бегілер. Кім қалдың бірі жамылды, тыңдаушы адам табылса, тағы бір толғау қозғалды. Мына бір заман түрінен баянсыз қалған сүрінен небір ер өткен ердің белгісі залымдарды еңіреткен. Қиядан шыққан қиқуға бірнешеулер шыдамай маңдаланы күнерткен. Сол күндерді Құдайым Түркістанның даласын қалмақтарға бейлеткен, қамырдай қылып билеткен, ар жағынан жайықтың шүлдіреген ел өткен. Орыс деген көп халығы ізіне арба сүйреткен, қазақтан қырғыз айырып ағыба сөзі үйреткен. Кенесары Наурызбай Алатауды күңіренкен. Басты батырлар өз-өзімен қас болып үш алаштан күш еткен. Қазақтан қорқақ кезеді жаңа шыққан сүгіреттен. Нұрманбеттұлы Жанғожа күркіреген бел өткен, қаһарлы қара найзамен тәуірді талай түйреткен. Орыстар соққан қамалға баруға батыр мейлеткен. Мекалайға салдырмай тиіп қашып орысты бір қалаға індеткен. Бірен саран шыққаннан малдарын талап ол жеткен. Жанғожаның қорлығы орыстарға күндеткен. Райым деген түбектен тамам қазақ жиналып қарсы келді бір беттен. Команда беріп полковник Жанғожаны көздеткен. 500 солдат атқанда түспеген жара тұс жеткен. Қалың қол аттап келгенде қарсы жауап қабағын Жанғожа батыр түңреткен. Қалың қылыш қолғалап балдағынан қан төккен. 17 адам өлтіріп орыстарды үркіткен. Көгешкі атқа оқтиып батырың ыза көп шеккен. Жаяу қалып Жанғожа ортаға орыс қамады. Сонда қолға ала алмай орыстар қайтып бір кеткен. Пәтуа қылып қаладан барған соң елші жөнелткен. Тарту беріп жіберді неше түрлі мүліктен. Бір мінезі батырдың қолына нәрсе алмайды. Кәуір қалмақ жігіттен ағайын ермей ізіне. Орыстан батыр үріккен. Ақбеткей деген бір тауда жалғыз жатып зеріккен. Болмашыны өкпетіп жау болып табын бір шеттен. Байқаусыз жатқан батырды жетіру барып еңіреткен. Үстіне дұшман келгенде асықпай батыр отырды. Ел шығар деп еріккен. Тостағандап шақырған ұранның даусын есіткен. Мұсылманның ұлына еш жазығым жоқ еді, япырай деді неліктен. Алдырғаны дұшманға мінер атын батырдың ұрлап алып табындар. Айырған екен көліктен әз уақыты қарсы боп. Сындырды бұтақ теректен. Қанекей содан не тапты зары кетпей жүректен. Романовтың тұсында Жанғожаның суретін аттырушы еді Мекалай. Белгіні қойып үстірттен. Сол сияқты ерлер
барма жүрмектен, сапайы сөздің белгісі өткерген құдай електен, сүйекке сіңген сыр мінез сынғанша қалмас шөлмектен. Көркеймейді еткеніз үлгі алмаса өрнектен, көктей өткен темір жол ақ мешіт барыс шөлектен, бір ашық жер қалған жоқ Қаразым төрткіл қожеттен, екі басты бүркітке жұмыла жұртты түнеткен. Мың шүкірлік қыларсың құтылған соң сол дертен, тақасы жоқ таза сөз тыңдаған сайын шөлдеткен, қалам алған